Пиндодо маған мүлдем ұнамайды. Себебі ондағы киімдер тек қана арық қыздарға арналған. Дәл осындай әңгімені естігеннен кейін мен осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Себебі Пиндодода тек қана арық қыздарға ғана емес, сонымен қатар үлкен размер киетін қыздарға да арналған киімдер бар. Ол үшін қазір көрсетемін. Мына поискке большие, мені көріп тұрсаңыздар, большие размеры дедім. Мына big size woman деп жазылып тұр ғой, соны басасыздар. Мінекей, сонда бізде үлкен размер киетін қыздардың размерлері киімдер шығады. Бірақ бұлардың арасында кішкентай размерлерде жолығып жатыр. Сондықтан да ашқан кезде размерге қараймыз. Енді үлкен размерлер қалай? Мысалы, мына бір кофтаны аламыз. Сатып алуды басқаннан кейін размерді қарасаңыздар, қараңыздар. 4XL-ға дейін, яғни 250-300 деп тұрғаны, бұл 125-150 салмақтағы қыздарға арналған киім. Әйтсе де мен әр видео түсірген сайын бірнеше рет айтам. Мұнда описаниясын қараңыздар, размерный сетка болса соған қарайсыздар. Мінекей, қажет болса ерінбей сатушымен сөйлесіңіздер. Көрдіңіздер ма? Тағы да біреуін алып көрейік. Мінекей, мысалы мына киім. Сатып алуды бассақ, мұнда да 4XL-ға дейін размерный сеткаге қараймыз. Мінекей, размерный сеткада салмақ, жеңнің ұзындығы, қателеспесем, осыны скриндап алып, переводчикке саласыздар, соған қарап, дене бітімдеріңізді өлшеп, үлкен размерде киім таңдасаңыздар болады. Енді қараңыздар, үлкен размер киім таңдағанда, мысалы осы дүкенде осы кофтадан басқа тағы қандай киім бар үлкен размер? Оны білу үшін алдында тағы көрсеттім. Мінекей, мына сол магазин. Көріп тұрсыздар ма? Мінекей, белгімен қойып қойын. Соны басамыз. Сол магазиндегі мінекей басқа тағы да киімдер, қандай киімдер бар? Шалварлар бар, мінекей. Әдемі кофталар бар екен. Спорттық киімдер бар. Осылай өздеріңізге қажетті киімдерді таңдап, қарап, тапсырыс берсеңіздер болады. Ең бастысы, негізі Пиндодода барлығы бар. Просто ерінбей іздеп қарау керек. Біздер Қытай тілін білмегендіктен, білмеймін деп бас қатырғыларыңыз келмейді ғой көбіңіздің. Бірақ бас қатырып, кәдімгідей ерінбей переводчикке салып іздесеңіздер, Пиндодода неше түрлі күшті дүниелерді алуға болады. Бастысы ерінбеу керек, зерттеу керек, рейтингке қарау керек, отзывқа қарау керек. Асықпай зерттеп барып тапсырыс берсеңіздер, өте жақсы, сәтті сауда болады. Мен мысалы ең алғашқы тапсырысымды 2 сағат бойына зерттегенмін. Және бірнеше мәрте әр бір затты тапсырыс беретін кезде 2 сағаттай қарап отыратынмын. Сондықтан да уақытпен жұмыс жасап, ерінбей барлығын зерттесеңіздер, міндетті түрде тауарларыңыз сәтті келеді. Видеоны лайк басыңыздар, пікір қалдырып кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беремін.